32-ші жалпы білім беретін мектеп, және де менің білім алып жүрген ордам. Мектеп әрбір баланың өміріндегі білімге деген ең үлкен қадамы болып саналады. Біз мектепті 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін жақсы оқып бітіріп кетеміз. Бірақ осы жылғы індетке байланысты біз арақашықтықта оқу жүйесіне көшу керек болды. Және де осы жүйеде біздің оқып жатқанымызға өте ұзақ уақыт болды. Және осы ұзақ уақыттың ішінде мен өзімнің мұғалімдерімді және де мектебімді қатты сағынып үлгердім. Мұғалімдерім, сіздерге ең үлкен рахмет айтқым келеді. Мектебім, алтын ұям, құт босағам. Білімге бастау алдым осы арадан, жалықпай табарсың деп сен үйреттің. Шешуім қиындықтар тосар алдан. Мектебім, жұмбақ бағым, құтты мекен. Ұшарсың көкке самғап мен де кетем. Анамның құшағындай елжір еткен. Шуақты сендей сұлу жер бар ма екен? Дей отырып мектепке деген сағынышымды білдіргім келеді. Біз мектепте 1-ші сыныптан 11-ші сынып аралығында оқимыз. Мектеп біздің екінші үйіміз десек те болады. Осы дертке байланысты біз онлайн түрде оқып жатырмыз. Ал мұғалімдерге келетін болсақ, мұғалімдер ештеңеге қарамай бізге білім үйретіп жатыр. Менің мұғалімдерге айтар алғысым шексіз. Мен нөмір 18 жалпы білім беретін мектептің оқушысымын. Мектептің маған берген ұмытылмас естеліктері үшін мың алғыс айтқым келіп тұр. Бірақ осы жыл болып қалған жағдай бойынша бәрімізге ауыр жүк тиді. Біз мектебімізді сағындық. Мектебім алтын ұя жарқыраған, ұстазым бұлақ көзі сарқыраған. Шыңдалып шыңға қарай қанат қақтың, шарықта жасқыраным ақ жол саған. Мейірбан ұстаздар санама нұр құйған, ұстазым көп менің биікке өрлеген демекші, мен өзімнің аяулы мектебімді, ардақты ұстаздарымды сағындым. Мен нөмір 18-ші жалпы білім беретін мектептің 10-ші А сынып оқушысы Талғат Даниярмын. Барша қазақстандық оқушылар аты жаман індеттің салдарынан үйде білім алуда. Онлайн мектептің қиыншылықтары мен қызықтары жетерлік. Өзімнің мектебім мен мектебімдегі құрметті ұстаздарымды, мектепте әрбір күнімді білім нәріне толтырып қызықты өткізген күндерімді сағынғанымды білдіргім келеді. Мектебім менің болашағым, өркенім. Бәр өзіңде сұлу әуен, көркемін, ылғидағы демеу болсаң артымда, сөзсіз күнде теңеледі әр түнім. Мен өзімнің нөмір 32-ші жалпы білім беретін мектебінде оқитыныма қатты қуанамын және мақтанамын. Себебі біздің мектеп нағыз білім ордасы.